Сәлем балалар, бүгін біз ағылшын тілінен жаттығуларын орындайтын боламыз. Бүгін бізде 52-ші бетіміздеміз, 5-ші жаттығу. Балалар, бұл жерде міне суреттер көрсетілген сендерге ағылшынша жазылған. Біз бұны білеміз, және де бұл күнделікті адамдардың қолданылатын бір жерден екінші жерге бару үшін бізге жеңілдетілген қазіргі адамдардың ойлап тапқан құрылғылары, былайша айтқанда. Машина дейміз, вертолет, самолет деген сияқты қыдыруға арналған дүниелер бар. Ендеше балалар, бұл жердің ағылшыншасын біз қазақшаға аударатын боламыз. Яғни бізде вертолет болады. Мен қысқаша жазып кетемін, сендер дәптеріңе әдемілеп жазып аласыңдар. Ендеше воздушный шар бізде шарик, шарик деп айтамыз. Воздушный шар. Бізде самолет, plane. Және де автобус, минибус деген бізде автобус. Және де бізде поезд, трам, және бізде ferry болады. Ferry бізде болады паром. Бізде корабль, ship. Және де бізде яхта, яхта. Және де бізде скутер болады. Және де мотоцикл. Және де бізде метро. Және де жүк көлігі бізде грузовик. Балалар қазақша жазсам әрине сыймай қалады, қысқаша нұсқаша әрине. Балалар, бүгін біз 7-ші сабақтан жалғастыратын боламыз. Және де бізге бұны белгіленіп жаңағыдай көрсетіліп қойған. Енді біз ары қарай толықтыратын боламыз. Мына жерде көрсетіліп қойған, fast, slow. Бізде бұл fast дегеніміз жылдам, slow дегеніміз жай деген сөз. Яғни солай синонимдермен қойып, қарама-қарсы сөздермен бірге жазу керек. Және де ақ-қара, жылы суық деген сияқты солай біз белгілейтін боламыз. Safe. Төртте бізде болады, болады бізде. 5-те болады бізде. Да болады. 6-да болады бізде, с болады. Және де біз астыңғы жаттығуға көшетін болсақ, expensive, fast, noisy, dirty. Балалар, бүгін біздің тақырыбымыз аяқталды. Пайдалы болса, каналға тіркеліп кетеміз. Рахмет.